Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар және оқушылар. Мен Абилдаева Албала Абдымұратқызы, Нұр-Сұлтан қаласы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында арт дизайн бөлімінде визаж мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Бүгінгі өтілетті сабағымыз түнгі макияж, бананы технология. Ең бірінші бетімізге крем немесе база жағамыз. Бетімізге өте мұқият жағамыз. Келесі кезекте бізде тональный крем. Тональный кремді де тура сол бағытта жағып шығамыз. Дәл солай тональный кремді де мойнымызға дейін мұқият жағамыз. Келесі кезекте бізде ол пудра. Пудраны да бетімізге мұқият жағамыз. Оны біз ыдысқа кішкене салып аламыз да. Пудраны біз тез-тез жағып шығамыз. Пудрадан кейін біз скула жасаймыз. Скула шығарамыз. Оған біз, егер бізде кремовый болса, онда біз оны пудраға дейін қолданамыз, ал сухой болса, біз пудрадан кейін қолданамыз. Яғни құлақтың ортасына, беттің тура бет сүйегінің үстіне жасаймыз. Екі саусақ мұрнымызға жеткізбейміз. Тура солай. Екінші міне дайын. Ендігі кезекте біз қасымызды бояймыз. Қасымызға мынандай қиғаш кисточка аламыз. Және қасымызды біз шашымызға байланысты бояймыз. Оны мен мынандай ақшыл түсті тен аламын. Қасымызды мұқият бояуға тырысамыз. Енді қасымызды бояп алдық. Енді кейбір кемшілігін біз тональный кремнің көмегімен немесе консилердің көмегімен алып тастаймыз. Міне осындай кисточкамен қасымыздың артық шеттерін мұқият осылай алып тастаймыз, растушевка жасап. Міне біздің қасымыз дайын. Енді келесі кезекте біз көзімізге тен жағамыз. Бірінші тен жағып алайық. Мен яғни мына түспенен осы екі түсті қолданамын. Көзіміздің алды жағынан бастап жағамыз. Мына екі көзіме де мұқият жағып алдым. Енді келесі кезекте біз көзімізге сызық сызамыз. Яғни бананы технология деп айттым. Көздің шетінен осылай қисық міне бананы сызық сызамыз. Оған карандашпен растушевка жасаймыз. Ал оны кисточканың көмегімен ары қарай созамыз. Міне көзімізге растушевка жасадық карандашты. Енді мен көзіме мынау темный теңді алып, осының үстінен жағамын, яғни сызықтан асырмаймын. Міне көзім дайын. Енді келесі кезекте көзіміздің астына осы нені қайталаймыз. Көзімізді жоғары көтеріп, көзіміздің турасына қайталаймыз. Екі көзіме де қайталадым. Енді көзіміздің алдына мынандай ақшыл түсті тен жағамыз. Енді бетімізге скула жасаймыз. Скуланың үстінен хайлайтер жағып шығамыз. Яғни барлық жарық түсетін жерге біз хайлайтер жағып шығамыз. Келесі кезекте біз көзімізге туш жағамыз. Міне дайын. Енді біз келесі кезекте помада жағамыз. Оны жақпас бұрын карандаш қолданамыз. Ерніміздің сыртын жақсылап сызамыз.
Карандашты сызып болдық. Келесі кезекте үстіне помада жағамыз. Біздің түнгі макияжымыз дайын. Осымен болды.